Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тригонометриялық теңсіздіктерді шешу. Тригонометриялық теңсіздіктерді шешу келесі алгоритмге сүйеніп орындалады. Ең біріншіден теңсіздікті синус х артық немесе кем адан, косинус х артық немесе кем адан стандарт түріне келтіреміз. Синус х функциясы үшін ордината осінде а санын белгілеп, ордината осіне перпендикуляр болатын y-тен а түсуін жүргіземіз. Косинус х функциясы үшін абсцисса осінде а санын белгілеп, абсцисса осіне перпендикуляр болатын x-тен а түсуін жүргіземіз. Шеңбер бойынан теңсіздікті қанағаттандыратын доғаны белгілейміз. Доғаның шеткі нүктелерінің айналу бұрышын анықтаймыз. Алынған жауапты сағат тіліне қарсы бағытта жазып, пайда болған қос теңсіздіктің екі жағына функцияның периодын жазамыз. Бірінші мысалға назар аударайық. Синус х артық 2-ден 1-ден. Координаталық жазықтыққа бірлік шеңбер салайық. Ордината осінен 2-ден 1 нүктесін белгілеп, берілген нүктеге перпендикуляр түзу жүргізейік. Берілген теңсіздікті қанағаттандыратындай ғып, нүктенің жоғар жағында жатқан доғаны белгілейміз. Синус х 30 градуста 2-ден 1 мәнін қабылдайтын болғандықтан, оң жақтағы шеткі нүктеміз алттан пи мәніне ие болса, сол жақтағы нүктеміз алттан 5 пи мәніне ие болады. Алынған жауапты сағат тіліне қарсы бағытта жазайық. Х алттан пи плюс 2 пика мен алттан 5 пи плюс 2 пика аралығына тиісті. Екінші мысалды қарастырайық. 2 синус 4-тен пи плюс 3-тен х кем емес минус түбір астына 3-тен. Берілген теңсіздікті стандарт түрге келтіру үшін теңсіздікті екі жағында 2-ге қысқартамыз. Берілген теңсіздікке мәндес синус 4-тен пи плюс 3-тен х кем емес минус 2-ден түбір астына 3 теңсіздігін аламыз. Координаталық жазықтыққа бірлік шеңбер салайық. Ордината осінен минус 2-ден түбір астына 3 нүктесін белгілеп, берілген нүкте арқылы ордината осіне перпендикуляр жүргіземіз. Теңсіздікті қанағаттандыратындай ғып, түзудің жоғар жағындағы доғаны белгілейміз. Шешімді сағат тіліне қарсы бағытта жазамыз. 4-тен пи плюс 3-тен х минус 3-тен пи плюс 2 пика мен 3-тен 4 пи плюс 2 пика аралығына тиісті. Теңсіздіктің екі жағынан да 4-тен пиді азайтамыз. Берілген жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіріп, амалды орындағаннан кейін 3-тен х минус 12-ден 7 пи мен 12-ден 3 пи аралығына тиісті теңсіздігі шығады. Теңсіздіктің екі жағында 3-ке көбейтіп жібереміз. Х минус 4-тен пи плюс 6 пика мен 4-тен 13 пи плюс 6 пика аралығына тиісті. Мұндағы к кез келген бүтін сан. Теңсіздіктің шешімін жазайық. Минус 4-тен 7 пи плюс 6 пика мен 4-тен 13 пи плюс 6 пиканы қоса алғанда, минус 4-тен 7 пи плюс 6 пика мен 4-тен 13 пи плюс 6 пика аралығы. Үшінші мысалды қарайық. Косинус х кем 2-ден түбір астына 2-ден. Координаталық жазықтыққа бірлік шеңбер салайық. Абсцисса осінен 2-ден түбір астына 2 нүктесін белгілеп, абсцисса осіне перпендикуляр болатындай түзу жүргіземіз. Берілген теңсіздікті қанағаттандыратындай
түзудің сол жағында жатқан доғаны белгілейміз. Алынған шешімді сағат тіліне қарсы бағытта жазамыз. X 4-тен пи плюс 2 пика мен 4-тен 7 пи плюс 2 пика аралығына тиісті. Төртінші мысалға назар аударайық. Косинус квадрат x минус синус квадрат x артық 2-ден 1-ден. 9-шы сыныптың алгебра курсынан косинус квадрат x минус синус квадрат x косинус 2x-ке тең екенін білесіздер. Берілген теңсіздікті косинус 6x артық 2-ден 1-ден теңсіздігімен алмастырайық. Координаталық жазықтықта бірлік шеңбер салайық. Абсцисса осінен 2-ден 1 нүктесін белгілеп, берілген нүкте арқылы абсцисса осіне перпендикуляр түзу жүргізейік. Берілген түзудің оң жағына тиісті доғаны белгілейміз. Берілген жауапты сағат тіліне қарсы бағытта жазайық. 6x минус 3-тен пи плюс 2 пика мен 3-тен пи плюс 2 пика аралығына тиісті. Теңсіздіктің екі жағында 6-ға қысқартып жіберейік. X минус 18-ден пи плюс 3-тен пика және 18-ден пи плюс 3-тен пика аралығына тиісті. Мұндағы k кез келген бүтін сан. Жауабын жазайық. Минус 18-ден пи плюс 3-тен пика мен 18-ден пи плюс 3-тен аралығы. Мен балалар, тақырып түсінікті болса, келесі тапсырмаларды өз бетімен орындап көріңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.